Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. 3-ші сынып. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Бауыржан Батыр. Бүгінгі сабақта біз Бауыржан Момышұлымен танысамыз. Мәтін оқимыз, жаңа сөздермен танысып, сол сөздерді қолдануға үйренеміз. Дұрыс сөйлем құрастыруға үйренеміз. Ребята, тема сегодняшнего урока – Бауыржан Батыр. Сегодня на уроке мы познакомимся с героем Великой Отечественной войны Бауыржаном Момышұлы. Познакомимся с новыми словами, прочитаем текст, будем учиться составлять предложения. Жаңа сөздермен танысайық. Батыр, батыр, герой. Балуан, балуан, борец. Жазушы, жазушы, писатель. Тану, тану, узнавать. Оқы қайтала. Мынау Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлы батыр. Это Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлы герой. Ребята, сейчас попробуем ответить на следующие вопросы. Бауыржан Момышұлы кім? Бауыржан Момышұлы кто? Ол қандай соғысқа қатысқан? В какой войне он участвовал? Қатысқан, участвовал. Бауыржан Момышұлы жазушы ма? Ма – вопросительная частица. Писатель ли Бауыржан Момышұлы? Прежде чем ответить на эти вопросы, послушайте текст. Бауыржан Момышұлы батыр, әскери қолбасшы, балуан, жазушы. Бауыржан Момышұлы батыр – словарное слово, балуан – жазушы, герой, борец, писатель, әскери қолбасшы – военно-начальник. Ол Ұлы Отан соғысына қатысқан жауынгер, қатысқан участвовавший. Ұлы Отан соғысы – Великая Отечественная война, жауынгер, солдат. Он – солдат, участвовавший в Великой Отечественной войне. Бауыржан Момышұлы көптеген өлеңдер, кітаптар жазған. Көптеген, множество или много. Бауыржан Момышұлы жазған, написал много, множество стихов, книг. Бала кезінде балуан болған. Бала кезінде в детстве был борцом. Теперь попробуем ответить на вопросы. Бауыржан Момышұлы кім? Бауыржан Момышұлы батыр, әскери қолбасшы, балуан, жазушы. Ол қандай соғысқа қатысқан? Қандай? Убираем, вставляем Ұлы Отан соғысына. Ол Ұлы Отан соғысына қатысқан. Бауыржан Момышұлы жазушы ма? Я. Бауыржан Момышұлы жазушы. Ребята, вы узнали, что Бауыржан Момышұлы был не только героем, но и писателем. Оқулығымызды ашамыз. Екінші тапсырма 55-ші бет. Мәтінді оқимыз. Біз Бауыржан Момышұлы батыр ретінде танимыз. Мы знаем Бауыржана Момышұлы как героя. Ол көптеген өлең, кітаптарда жазған. Он написал много стихотворений, книг. Бауыржан Момышұлы соғыс кезінде жазушыға, ана тілін ардақта, досыма деген өлеңдер шығарған. Во время войны он написал такие стихи, как «Писателю», «Почитай родной язык», «Другу». Ол Мәскеу үшін шайқас, Куба әсерлері атты кітаптардың да авторы. Он и автор книг, как «За нами Москва», «Впечатление от Кубы» и много других книг.
Ребята, мы из этого текста о чем узнали? Правильно. Бауыржан Момышұлы батыр әрі жазушы. Бауыржан Момышұлы герой и писатель. Балалар, мына мәтінді тағы бір мәрте оқыңдар. Прочитайте этот текст самостоятельно еще раз. Теперь попробуем ответить на вопрос задания. Қазақтан шыққан тағы қандай батырларды білесің? Білесің, знаешь. Каких еще героев знаешь из Казахстана? Тыңдаймыз. Ұлы отан соғысының батырлары. Герои Великой Отечественной войны. Бұл Рахымжан Қошқарбаев. Ол Берлиндегі Рейхстагқа жеңіс туын тіккен. Это Рахымжан Қошқарбаев. Он водрузил жеңіс туын, знамя победы на Рейхстаг. Ол Ұлы отан соғысының батыры. Он герой Великой Отечественной войны. Мынау Мәншүк Маметова. Ол қазақтың қызы. 20 жасында соғысқа аттанды. Пулеметші болды. Это Мәншүк Маметова. Это девочка из казахской семьи. В 20 лет она добровольно, по собственному желанию, уехала на фронт защищать свою родину. Она была пулеметчицей. Бұл Қасым Қайсенов. Қасым Қайсенов барлаушы болған. Ол Ұлы отан соғысының батыры. Қасым Қайсенов біздің жерлесіміз. Ребята, Қасым Қайсенов, он был разведчиком. Он тоже герой Великой Отечественной войны. Қасым Қайсенов наш земляк. Он из Восточного Казахстана. Балалар, Ұлы отан соғысының батырлары өте көп. Олар өз отанын қорғаған. Ребята, героев Великой Отечественной войны очень много. Они отдали жизни, чтобы защитить нашу родину. Задание следующее будет домашним. 5-ші тапсырма. 55-ші бет. Айтылым. Өзің тұратын жерде қандай батырлар бар? Сол кісілер туралы айтып бер. Каких ты знаешь героев, земляков? Расскажи о них. Информацию можете поискать в интернете. Ребята, еще раз. Вы должны рассказать о героях, земляках, которые показали мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу Родину. Я предлагаю, например, рассказать про Төлеген Тоқтарова. Төлеген Тоқтаров Ұлы отан соғысының батыры. Ол біздің жерлесіміз. Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданында туған. Ол автоматшы болған. 20 жасында отанын қорғап, қаза тапқан. Ребята, Төлеген Тоқтаров наш земляк. Он родился в Восточно-Казахстанской области, в Уланском районе. Он показал героизм и мужество, защищая нашу Родину. 20 лет он героически погиб, когда ему было всего 20 лет. Ребята, я думаю, что это задание вы выполните с ответственностью и с большим интересом. Расскажите о героях-земляках. Отправляйте это задание голосовым сообщением учителю. Жақсы балалар, енді келесі тапсырмаға қарайық. 4-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті әріптерді қой. Вместо многоточий вставь пропущенные буквы. Ребята, вам даны слова сегодняшнего урока и слова предыдущих уроков. Они вам знакомы. Подумайте,
какие же буквы можно вставить. Жақсы, енді тексерейік. Балуан, борец, батыр, герой, өлең, стихотворение, шығарма, произведение, кітап, книга, жазушы, писатель, өнер, искусство. Балалар, сендер де осылай орындадыңдар деп ойлаймын. Я думаю, что вы все также сделали это задание. Дәптерімізді ашамыз, жазамыз. Наурыздың бірі Бауыржан Батыр. Үшінші тапсырма. Төмендегі сөздерді қатыстырып сөйлем құра. Составь предложение, используя слова, данные внизу. Батыр – герой, балуан – борец, жазушы – писатель, Бауыржан – Бауыржан Момышұлы, қатысу – участвовать, қазақ – казахский, қазақ батыры, өнер – искусство, көше – улица. Ребята, я вам хочу дать подсказку. Көше – улица. В честь героев мы дали название улиц, название школ, в честь героев. Вот предложение можно составить про это. Өнер – искусство. Бауыржан Момышұлы каким искусством обладал? Он обладал искусством письма, жазушы, он писал рассказы. Кем он был? Борцом. Өнер – он боролся, был борцом. Я думаю, вы справитесь с этим заданием. Бүгін балалар біз сендермен Бауыржан Момышұлымен таныстық. Всем спасибо за работу. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.